Арқаның тереңде орналасқан бұлшық еттері немесе оны аутохтонды бұлшық еттер деп атаймыз. Медиальды тракт және де латеральды тракт бұлшық еттері болып топографиялық орналасуына қарай бөлінеді. Бірінші қарастыратынымыз терең латеральды тракт бұлшық еттер тобы. Бұған бір бұлшық ет жатады, омыртқа бағанасын тік ұстаушы бұлшық ет. Мускулюс эректор спина. Ол 8 көзбен мына бел омыртқаларының арқа өсіндісінен және де мықын сүйегі қырқасы криста илиакадан және де кеуде бел шандырынан бастау алып, өрлеме бағытта өтетін болып саналады және де бекитін сүйектерге байланысты 3 топқа бөлінеді. Бірінші тобы бұл мықын қабырғалық бұлшық ет. Мускулюс илиакосталис деп аталады. Жаңа айтылып кеткен нүктелерден бастау алады бұл бұлшық ет және де өрлеме бағытта өтіп, тіс шеленіп бірнеше топтарға бөлінетін болып саналады. 3 топқа бөлінеді: бел бөлігіне, кеуде бөлігіне және де мойын бөлігіне. Мықын қабырғалық бұлшық еттің бел бөлігі мускулюс илиакосталис люмборум деп аталады. Бұл бұлшық ет талшықтары 8 көз сүйегінің дорзальды бетіндегі латеральды қырқадан криста сакралис латералистен және де белдің бел кеуделік шандырлы табақшасынан бастау алады және жоғары қарай бағытталып, жалпы тіс шелене отырып, 8-ші, 9-шы қабырғалардың бұрыштарына барып бекитін болып саналады. Екінші бір тобы бұл мықын қабырғалық бұлшық еттің кеуде бөлігі мускулюс илиакосталис тарацис деп аталады. Жалпы ол 7-ші, 8-ші қабырғалардың бұрыштарының маңынан басталады және де жоғары қарай бағытталатын болып саналады және жоғары 5-ші, 6-ші қабырғалардың бұрыштарына барып бекиді. Келесі бұл мықын қабырғалық бұлшық еттің мойын бөлігі мускулюс илиакосталис сервицис деп аталады. Бұл жоғарғы 5-ші, 7-ші қабырғалардың бұрыштарынан бастау алатын болып саналады және де өрлеме бағытта жоғары және латеральды бағытта өтіп, мына мойын аймағына қарай өтеді және осы жерде 4-ші, 5-ші, 6-ші мойын омыртқаларының көлденең өсіндісінің артқы төмпешігіне барып бекитін болып саналады. Жалпы омыртқа бағанасын тік ұстаушы бұлшық еттің екінші бір тобы бұл аса ұзын бұлшық ет мускулюс лонгизимус деп аталады. Бұл мықын қабырғалық бұлшық еттің ішкі қапталында жататын болып саналады және де 8 көз сүйегі мен мына шүйде сүйегінің аралығында орналасатын бұлшық ет болып табылады. Топографиялық орналасуына қарай кеуде бөлігі, мойын бөлігі және де бас бөлігіне ажыратылатын болып саналады. Бірінші аса ұзын бұлшық еттің кеуделік бөлігі мускулюс лонгизимус парус тарацис деп аталады. Ол 8 көз сүйегінің дорзальды бөлігінен және де бел омыртқасымен төменгі 8-ші, 12-ші кеуде омыртқаларының көлденең өсінділерінен бастау алатын болып саналады және де бұлшық ет талшықтары өрлеме бағытта өтіп, 2-ші, 10-ші қабырғалардың бұрыштары мен бүкіл кеуде омыртқаларының көлденең өсінділеріне барып бекитін болып саналады. Келесі бұлшық ет мускулюс лонгизимус парус капитис деп аталады, яғни аса ұзын бұлшық еттің бас бөлігі. Бұл бұлшық ет бізде 1-ші, 4-ші кеуде омыртқалары және де төменгі мойын омыртқаларының көлденең өсінділерінен бастау алады және де өрлеме бағытта өтіп, самай сүйектің емізік тәрізді өсіндісіне, оның артқы қапталына барып бекитін болып саналады. Және де омыртқа бағанасын тік ұстаушы бұлшық еттің 3-ші бұлшық еті бұл арқа бұлшық ет деп аталады. Мускулюс спиналис. Ол омыртқа бағанасының арқа өсіндісі мен көлденең өсіндісінің аралығында бойлай орналасқан бұлшық ет болып табылады және топографиялық орналасуына қарай кеуде бөлігі, мойын бөлігі және де бас бөлігі деп ажыратылады.
Бірінші арқа бұлшықетінің кеуде бөлігі мускулус спиналис парс тарацис деп аталады. Бұл жоғарыға 2-3 бел омыртқаларынан, сонымен қатар төменгі 2-3 кеуде омыртқаларының арқа өсінділерінен бастау алатын болып саналады. Мына жерде анық көрінген. Және де өрлеме бағытта, яғни жоғары бағытта өтіп, екінші 8-ші кеуде омыртқаларының арқа өсінділеріне барып бекетін болып саналады. Бұл бұлшықет, яғни арқа бұлшықеттің мойын бөлігіне келетін болсақ, мускулус спиналис сервицис деп аталады. Бұл бұлшықет жоғарыға 2 кеуде омыртқасы мен төменгі 2 мойын омыртқасының арқа өсіндісінен бастау алатын болып саналады. Өрлеме бағытта өтіп, 2-ші 4-ші мойын омыртқаларының арқа өсінділеріне барып бекетін болып саналады. Және арқа бұлшықетінің бас бөлігі мускулус спиналис капитис мына суретте көрсетілмеген. Бұл тұрақсыз бұлшықет болып саналады. Көп жағдайда бұл бұлшықет кездеспейді. Кездеседі мускулус спиналис семиспиналис капитистің, яғни жартылай аралық бұлшықеттің құрамына кіріп орналасуы мүмкін. Егер кездескен жағдайда бұл жоғарғы кеуде омыртқалары мен төменгі мойын омыртқаларынан бастау алатын болып саналады, және өрлеме бағытта өтіп, шүйде сүйегінің сыртқы бұдырының маңына барып бекетін болып саналады. Жалпы омыртқа бағанасын тіктеп ұстап тұрушы бұлшықеттің негізгі қызметі, бұл ең мықты бұлшықет болып саналады арқа бұлшықеттердің ішіндегі. Және де бұл бұлшықеттің 2 бөлігі бірдей жиырылған кезде бұл арқаны жазып тік ұстап тұру қызметін атқарады, ал бір жақты жиырған кезде бұл бір жаққа қарай омыртқа бағанасын бұру қызметін атқарады. Сонымен қатар төменгі кеуде бөлігі жиырылған кезде қабырғаларды төмен түсіреді және демді сыртқа қарай шығару қызметін атқарады.